Құрамы 3 қана заттан тұратын өте пайдалы салат әзірлейміз. Ең алдымен алмамызды жуып тазалап, қабығын аршып аламыз. Майдалап осылай көбіктеп турасаңыз болады, немесе ұзынша теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Піскен қызылшаны да теркадан өткізіп алсаңыз болады, немесе осылай турап алсаңыздар болады. Барлығын бір ыдысымызға саламыз. Барлық қажетті заттарды описанияда қалдыратын боламын. Енді жаңғағымызды қолмен осылай майдалап турап алсаңыз болады, немесе оқтаудың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Туралған жаңғағыңыздан шамалы бөлшегін бетіне сепкенге алып қаласыздар, қалғанын алма мен қызылшаның үстінен саламыз. Үстіне йогурт немесе қаймақ немесе майонез қоссаңыздар болады. Йогурт пен балдар жақсы жейді, сол себепті йогурт қостым. Барлығын жақсылап араластырып, осылай тарелкаңызге салып, бетінен жаңғағыңызды сеуіп ұсына берсеңіз болады. Достар, менің YouTube каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. YouTube поиске Арайлым Жаманқұл деп жазсаңыздар шығады. Тіркелуді ұмытпаңыз.